Сәлем достар! Сіздермен болған Жұлдызай Тока World арнасы. Достар, бұл бізде Қиын түн 3-ші бөлім. Бұл сериал сіздерге ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписацияны басып, және де колокольчикті басуды ұмытпайық. Ендеше біз сериалымызды бастайық. Кеттік, менімен бірге болыңыздар. Менің досым бар емес пе? Ол маған айтып еді ғой жақында. Маған жұмысшы керек, сен жұмыс істейсің ба деп. Соған хабарласып көрейін, мүмкін алатын шығар, менің досым ғой. Алло, братан, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Я, не болды? Не туралы хабарласып тұрсың? Айта бер. Я, айта бер. Ойбай, құлап қалды ғой. Сол сен андай айтып едің ғой жақында маған жұмыс керек, жұмысшы адам керек депші. Соған мен барсам деймін да. Мынауда қатып жатыр ғой телефонда, бір істемей. Алло, алло. Я, даусын естіліп тұр, айта бер. Сол жұмысшы істейтін адам керек депсің. Сол мен жұмыс істеймін, қазір арақ ішпеймін, жұмыс істейін деген едім. Ол қандай жұмыс еді? Ол күзетші, тағы хатшы болу ғой. Соның бәрін істей бересің бе, үлгересің бе? Я, істей беремін екеуінде. Үлгеремін ғой, аласың ба сен? Алсаң болды ғой сен. Бүгіннен бастап кіре берем. Айлығы қанша? Айлығы енді көп қой. Енді екеуін істегенде қосқанда күзетшінің жұмысының айлығы 200 мың, ал хатшынікі 400 мың ба, сондай ғой. Көп қой айлығы. Жарайды. Онда кіремін мен жұмысқа, бара берейін бе? Я, келе бер, білетін шығарсың, я? Я, білемін ғой. Жарайды, онда сау бол, күтем мен сені. Қарсы алып алам ғой. Давай, ендеше мен жақсылап киініп баруым керек. Кеттім. Қызым, Саня. Ау, бап, не болып қалды? Мынау сіз бе? Мынау кім? Сізге кім керек? Бұл мен ғой, әкең. Мен өзгердім, мен енді арақ ішпеймін, мен жұмысқа кетіп бара жатырмын. Сен үйде жалғыз қалдың, енді қорықпайтын шығарсың, я? Мен кешке ма, түнде ма келемін. Жарайды, мен қорықпаймын, я, бара беріңіз. Мынау менің шынымен де әкем ба? Мен өзім таң қалып қалдым. Мынау менің түсім емес пе? Жоқ, ешқандай түсің емес. Мен жұмысқа бара жатырмын, жарайды. Мен жұмыстан кешіп қалмайын. Сау бол, қызым. Сау болыңыз, жолыңыз болсын. Жарайды, сау бол. Не, мынау шынымен де менің әкем ғой. Енді менің әкем арақ ішпейді. Ура, неужели? Не, мен өзіме сенбей тұрмын. Жарайды, кешке көрерміз енді. Мен үйді жинайын. Кеш батқан соң. Саня, мына кісі кім? Әкеміз қайда? Ой, бұл біздің әкеміз ғой, неге танымай қалдың? Мынау шынымен біздің әкеміз бе? Я? Әке айтыңызшы. Я, балам, бұл мен әкең. Мен өзгердім, мен енді арақ ішпеймін, мен жұмыс істеймін. Сендерге керекті заттардың бәрін мен әперетін болам, сендерді асыраймын деп шештім. Не? Бұл шын ба? Я, шын ғой. Әке, тамақ ішіңіз, шаршаған шығарсыз? Рахмет, қызым. Қандай дәмді. Менің қызым тамақты өте дәмді қылып істейді ғой. Рахмет, әке. Ас болсын. Мен сендерге күшті сыйлықтар әкелдім. Және де мен бүгін айлық алдым. Балам, сен ақшаңды алдың ба? Жоқ, маған әлі бермей жатыр. Сен жұмыстан шыға берсең болады, ал мен өзім жұмыс істеймін. Сен студент болып сабақ оқисың, жарай ма? Жарайды.
Міне, мына телефон менің қызыма. Сенің армандап жүрген арманыңды орындадым, қызым. Не? Шын ба, әке? Я, шын, мінекей, ала ғой. Не, рахмет, әкешім. Сізді қатты жақсы көрем. Ал мынау киім балам саған. Енді киімді көп алайын дегем, бірақ ұнамай қалама дедім. Міне. Рахмет, әкешім. Қазір киіп келейін. Ал қызым, саған мінекей киім. Рахмет, әкешім. Қазір әдемі болып киіп келемін. Жарайды, ал мынау енді менің бүгінгі тапқан айлығым. Өте күшті әдемі жарасып тұр. Екеуіне де. Балам, енді сен ренжіме, жарай ма? Сен өзіңе күшті бір телефон таңдап аласың. Саған да телефон алып беремін. Жарайды, ренжімеймін ғой. Ал мынау менің бүгінгі тапқан айлығым. Осылай ақшаны жинап, өзімізге жаңадан үй аламыз. Сендер басқа мектепке көшесіңдер. Ал сен, балам, студент оқисың. Енді осылай өмір сүреміз. Достар, осымен бізде Қиын түн сериалы аяқталды. Бұл бізде соңғы сериясы. Бұл сериал сіздерге өте қызықты болды деген ойдамын. Мінекей, бұл сериал басында аянышты болды, ал аяқ жағында тәтті болып аяқталды. Енді бұл сериал мен өзімнің идеямен бірге шығардым. Мен сіздер үшін тырысып көптеген сериалдар шығарамын, тағы көптеген видеолар шығарамын. Сіздерге көп рахмет мені қолдап жатқандарыңызға. Менің активімді көтеріп жіберейік. Күшті комментария жазыңыздар, мен қуанып қаламын. Ендеше сау болыңыздар. Қандай сериал шығарайын, комментарияға жазып кетіңіздер.